Барлықтарыңызға сәлем, менің сүйікті де құрметті көрермендерім. Бүгін сіздер үшін, мен үшін, барлығымыз үшін маңызды тақырыпқа кіріспе жасағым келіп отыр. Ол өзіңді жақсы көру, өзіңді қабылдау. Жалпы Аллах тағала бізді сондай махаббатпен жаратқан. Біз үшін барлық нығметті беріп қойған. Альхамдулилля, Құдайға шүкір. Құстар біз үшін ән айтады, балықтар біз үшін жаратылған, біз әсемдігін көру үшін, біз жеу үшін, хайуанаттар адамның барлық адам үшін. Сонымен қоса Абай атамыз өзінің қара сөздерінде жалпы Аллах тағала адамды махаббатпен жаратқан, басқа хайуан құстар сияқты тамаққа басын апармау үшін Аллах оған қол берген, адамдарға қол берген, оны иіскеу үшін мұрын берген, ләззат алу үшін одан, оның таза ластығын көру үшін көз берген, оның үстінде кірпік берген, көзіміз қажалмас үшін қас берген сияқты, сөз, ойымызбен алмасы үшін сөз берген екен Аллах тағалам. Бұл махаббат емес пе? Алла бізді махаббатпен жаратқан. Егер де біз өзімізді жек көрсек, өзімізді толық қабылдай алмасақ, бұл дұрыс емес. Себебі Алла бізді махаббатпен жаратқан, және біздің міндетіміз сол Алла жаратқан пендені толығымен қабылдау, толығымен жақсы көру. Бұл біздің өмірлік міндетіміз. Мен бұл жерде эгоизм туралы айтқым келмейді. Эгоизм ол басқа. Эгоизм ол тек қана өзін ойлап, өзін басқалардан жоғары санап, мен күштімін, тәкаппарлық, ол басқа нәрсе. Ал өзіңді жақсы көру, ол Алланың жаратқан пендесін жақсы көру. Ол Алланың жаратқан пендесіне құрмет. Сонымен қоса басқаларға да құрмет, өзіне де құрмет. Міне, жақсы көру осы жайлы екен. Жалпы өзіңді жақсы көру, ол тек қана мен сені жақсы көрем, өзімді жақсы көрем деген сөздерден ғана тұрмайды. Тек қана аффирмациялардан ғана тұрмайды. Сонымен қоса ол іс-әрекеттер тізбегінен, методикалар тізбегінен және көп уақыт сол нәрсеге көп уақыт арнаудан тұрады. Мен де кезінде бұл керемет жолды өткен болатынмын. Бұл өте керемет, және бұл жол өтуге тұрарлық. Себебі адам өзін жақсы көруді үйренсе, оның жолы ашылғандай болады. Бүкіл әлем сол адам үшін күліп тұрғандай, сол адамды жақсы көргендей болады. Басқа адамдардың қарым-қатынасы бұрын сізге ұнамайтын болса, өзіңді жақсы көргеннен кейін басқа адамдардың да қарым-қатынасы сізге өзгереді. Себебі бұл әлем біздің айнамыз. Енді мен сіздерге осы жолды, мен өткен жолды көрсеткім келеді. Бұлар тек қана интернеттен алынған, соларды алып сіздерге бере салған методикалар емес, ондай іс-әрекеттер емес. Бұл нәрселерді мен өз басымнан өткеріп, оның эффективтілігіне көзім жеткеннен кейін ғана сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл нәрселер бәлкім, бірақ мен 80-90%-ға сенімдімін, сізді өзіңізді жақсы көруге үйретеді, сізді өзіңізді жақсы көруге алып келеді. Осындай маңызды тақырыпқа мен видеолар тізбегін шешемін деп шештім. Себебі мен жаңағыдай айтқанымдай, ол тек қана сөздер, аффирмациялар айтудан тұрмайды, іс-әрекеттер мен методикалардан тұрады. Сол себепті бірнеше видеолар тізбегі ретінде шығарғым келіп отыр. Осы өзіңді қабылдау, жақсы көру тақырыбына арналған видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сіздерді әлі де осы тақырыпқа байланысты және басқа да тақырыпқа байланысты көптеген пайдалы видеолар күтіп тұр. Сіздерге тілерім, дендеріңіз сау болсын, сәттілік тілеймін. Сіздермен болған сіздердің Мадина Қамысбаеваңыз.